Облыста 271 адам қызылша ауруын жұқтырған. Мамандар мұндай жағдай вакцина алмаған адамдарда жиі кездесетінін айтады. Қазіргі уақытта облыс орталығымен қатар аудандарда жаппай иммундау жүргізілуде. Балаларда қызылшаға қарсы егу 1 жаста, ал ревакцинация 6 жаста. Шыңғырлау ауданында бұл жұмыстар кестеге сай ұйымдастырылуда. Өңірде дерт дендегелі ауданда тек бір жағдай тіркелген. Қызылша 14 жастағы бұрын екпе алмаған жеткіншектен анықталды. Баланың қазіргі жағдайы жақсы, қажетті ем алды дейді мамандар. Дәрігерлердің айтуынша бүгінде ауданда балаларды вакцинациялау қарқынды жүзеге асуда. Қазіргі жағдайда осыған жаңағы қарсы қосымша тур вакцинасы басталды қызылшаға қарсы. 6 айдан 10 айлық балаға шейін бізде жаңағы не бойынша егілу керек 72 бала, соның 44-ті 61%-ке екпені қазір алып болды. Енді біздің анететін жағдайымыз жаңағы балдар кезінде екпені уақытымен алса, балдар бұндай жағдайға келмес еді. Қызылша вирустан туындаған инфекция. Ауруды оңай анықтауға болатын ерекше белгілері бар. Жұқпалы дерт ауа арқылы таралады. Инкубациялық кезең бірнеше сағатқа созылуы мүмкін. Сондықтан мамандар ауру белгісі байқалған бойда өз бетімен емделмей дәрігерге қаралуға кеңес береді. Дене қызуының 38-40 градусқа дейін көтерілуі, әлсіздік, тәбеттің болмауы, құрғақ жөтел, мұрынның бітуі. Қызылшаның асқынуы ең көп тараған түрі ортаңғы құлақтың қабынуы, отит, соқырлық, бронхтық пневмония, мойын лимфа түйіндерінің қабынуы, ларингит, энцефалит. Әрбір суық түйіп мазасызданған сәттен бастап дер кезінде дәрігерде үйге шақырып тексеріліп қаралу керек. Бүгінде облыс бойынша 271 адам қызылша ауруын жұқтырған, оның 103-і білім беру ұйымдарында тіркелген. Дерт облыс орталығы мен 9 ауданда анықталып отыр. Ажаргүл Алиева, Евгения Потапова, Алихан Исқазиев, Ақжайық ақпарат.